Сәлем қыздар, мен каналыма қош келдіңіздер. Біз осындай тәтті пирог пісіреміз. Ол үшін жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз. Пирогқа қандай заттар керек екенін мен астына жазып өтемін. Өстіп ажыратып алғаннан кейін құрғақ ыдысқа ұнымызды салып, оған разрыхлитель мен қантымызды қосып, араластырып аламыз да үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды ұнға біраз араластырып алғаннан кейін үстіне жаңағы бөліп алған жұмыртқамыздың сарысын қосып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды пищевая пленкаға орап, холодильникте 20 минутқа қойып қоямыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа ванилин мен жұмыртқаны қосып, қант қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Формамызға жаңағы холодильниктегі тестамызды алып, өстіп жан-жағын бортик шығарып жасап, ішіне салманы салып, духовкада пісіреміз. Міне бізде осындай болып дайын болды. Үстіне белковый кремді өстіп, әркім өз қалауынша әдемілеп өстіп жасаймыз. Белковый кремнің қалай жасалу керектігі менің каналымнан көре аласыздар. Осы дайын болған пирогымызды тағы да духовкада 10 минутқа қоямыз. Міне бізде осындай әдемі пирогымыз шықты. Ас болсын. Қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.